Докторға келдік. Докторлардың просто консультациясы $100 тұрады екен. Одан кейін тағы медикаменттер алатын болсаңыздар $100 деді. Біз алдық. Бір азитромицин, антибиотикпен тағы бір дәрі алдық. Құсып жатыр және іші өтіп жатыр дедік. Соның екеуі $100 болды. Одан кейін ертеңіне тағы консультацияға алып келе беріңіздер деді. Алып келдік. Сөйтсек артымыздан тағы чек жіберіпті $60. Больницаларының іші күшті екен, бірақ өте қымбат екен. Докторлар қарап, дәрісін беріп, өздері свечаларын салып, көмектесті. Содан кейін түпай жақсы болып кетті ауырмай. Сосын комнатамызға келді. Комнатаның іші өлә, күштісін-ай деп аң-таң болды кірген кезде. Каютамызға орналасып болып, тамаққа шықтық. Коридорларының өзі әдемі, күшті суреттер жабыстырып қойған, және кілемдерде жұп-жұмсақ, дауыстары естілмейді бір-біріне. Мұнда лестница бар және лифт бар. Ана жерде қандай этажда не бар екен көретін экран бар. Лифтіге келген кезде жоғарыда әріптер жазылып тұрады. Бізге қай этаж керек, осылай сыртынан керек этажымызды басамыз. Лифттің сырты да, іші де, лестницалары да барлығы әдемі болып жылтыратып қойған. Барлық жерде айна. Сосын детскийға барып көрдік. Детский комнаталар бар және садиктері бар екен бұл жерде. Ол садик барлығын біз қайтар кезде бірақ білдік. Ол жерге қанша теңге төлейтінін білмейді екенмін. Ойын алаңдарда бесплатно тек кішкене бір ойнайтын жерлері бар. Қалған платный жерлерінде де көп. Автоматтар, бірдеме, детский, анау-мынау деген сияқты заттары көп. Тамақтануға келген кезіміз, бірінші келген кезіміздегі қай жерде не бар, не жоқ, қайдан алады, қалай алады, бәрін қарап біліп, білмегеніміз жанымызда қазақтар көп, бұрыннан жүргендері де бар, жаңадан келгендері бар. Солардан сұрап жүрміз. Отыратын орнымызды көбіне терезенің алдынан таңдадық. Вид әдемі болып көрініп тұрады. Тамақтары күшті, әртүрлі тамақтар. Негізінде көбісіне шөп, шалам, жеңіл-желпі тағамдар, құрғақ тағамдар көп екен. Анда қасымызда отырған қазақтар.